Қайырлы күн достар. Бұл Мастер Бақытжан арнасы. Бүгін сіздерге OLX-те қалай дұрыс жарнама беру керек, соны көрсететін боламын. Жарнаманы дұрыс беру, ол сатылымды тездетеді. OLX-те қалай жарнама береміз? Ол үшін сізде OLX аккаунтыңыз бар болу керек. Сіз OLX-ке тіркелген болуыңыз керек. Қалай тіркелу керек? Егер сіз тіркелмеген болатын болсаңыз, тіркелуді білмейтін болсаңыз, мына жерге қазір экранға шығады. Сол жерге басып, қалай тіркелуге болады, соны көрсеңіз болады. Немесе менің алдыңғы видеоларымды ашсаңыз, қалай тіркелу керек үйрететін видео тұр. Соны кіріп, бірінші тіркеліп алыңыз. Ал кеттік. Егер сіз тіркелген болатын болсаңыз, қалай жарнама беру керек үйретемін. OLX-қа кіреміз. OLX-қа кіргеннен кейін астыңғы жақтағы плюс батырмасын басамыз. Создать деп тұр ғой. Осыны басамыз. Одан кейін санатты таңдаймыз. Категория деп тұр ғой. Сіз не сатып жатырсыз? Мысалға, телефон сатқалы жатсаңыз, мына жерде өзі фотолармен де міне көрініп тұр. Электрониканы таңдаймыз. Телефон сатып жатсаңыз, электроникаға кіреміз. Телефон и аксессуарыға кіреміз. Мобильный телефон, смартфонды таңдаймыз. Келесі қадам бізде фото жүктейміз, суретін жүктейміз. Ол үшін добавить фото басамыз. 3 немесе 5 бір жарық жерде түсірілген, ақ фонда түсірілген әдемі фотоларды таңдаймыз. Добавить фото басамыз. Сделать фото деп бірден фотоға түсіріп жүктей салсаңыз болады. Сделать фото деп бассаңыз, дәл қазір түсірген фотоңыз осы жерге жүктеліп отырады. Ал егер галереядан таңдау керек болса, выберите фото деп тұр, осы жерге кіреміз. Кіргеннен кейін альбом деп таңдаймыз. Камерада болса, камерадан таңдаймыз. Мен мына жерден кез келген фотоларды таңдай салайын. Сіздер өздеріңізге керек фотоларды таңдайсыз. Үстінен бір-бір рет басып өте шығасыз. Егер басқа фото таңдалып кеткен болатын болса, қайтадан бір рет басып, оны алып тастауға болады. Фотоларды таңдағаннан кейін, астында міне готово батырмасын басамыз. Фотоларыңыз көріп тұрғандарыңыздай жүктелді. Жалпы 8 фотоға дейін жүктеуге болады. Енді заголовок объявления деген жерге атын толық жазамыз. Мысалы, Redmi 10 128 гигабайт жаңа деп. Міне көрдіңіздер ме? Мына жерде оң жағында галочка шықты жасыл. Бұл деген дұрыс деген сөз. Ары қарай өте берсеңіздер болады. Ал егер бұл жер толық болмай қалса, бұндай шықпайды. Міне. Поле обязательно для заполнения деп көрдіңіздер ме? Мынандай үшбұрыш белгі шықса, ол дұрыс емес деген сөз, жеткіліксіз деген сөз. Сондықтан сол жерге де қарап отырыңыздар. Redmi 10 128 гигабайт. Ж деп жазған кезде уже галочка шықты. Жаңа деп қоямыз. Жаңа болса жаңа, бұл болса бұл, толық жазасыз. Ал енді описаниясын толық жазамыз. Redmi осындай телефон сатамын. Себебін жазыңыз. Не үшін сатып жатырсыз? Сыйлыққа келген. Басқа өзімде телефон бар, сондықтан сатып жатырмын. Жаңа, қорабымен, құжатымен деген сияқты. Егер бұл болса бұл, қандай да бір ақауы болатын болса, сынық жері болатын болса, оны да жазып қойыңыз. Фотоға түсіріп, фотода көрсетіп қойыңыз. Ол сенімділікті арттырады. Описаниясын жазғаннан кейін үстіге қарай көтереміз де осылайынан. Частныйды таңдаймыз. Частный. Рассрочка деген жерде осы жерге басып, жоқ дейміз. Готово дейміз. Марка телефона. Міне осы жерден телефонның маркасын таңдауға болады. Көп деген аттар шығады. Мына жерде балайынан жоғары жылжытып отырсаңыз, көп маркалар шығады.
ішінен сіз өзіңіздің маркаңызды таңдайсыз. Объем встроенной памяти деген жерде памятін таңдайсыз. Дәл осылай басасыз. Памяті қанша, соны көрсетіп готово басасыз. Сим-карта, неше сим-карта, соны көрсетесіз. Операционный система деген жерде Android болса Android, iPhone болса iOS, қандай, жалпы соны көрсетесіз. Диагональ экраны деген экраныңыздың өлшемі, яғни қаншалықты. Мына жерде продать деген тұра береді, сатып жатсаңыз. Обмен бар болса, ауыстыру бар болса, обменді бересіз, басасыз. Продать деп тұрсын. Бағасын жазамыз. Бағасында нарыққа сай баға жазу керек, нарықтағы бағасын жазу керек. 30 мың телефонын 90 мың деп қойсаңыз, ол өтпейді. Возможен торг деген жерде, міне, оң жағында тұр ғой. Мына белгіні былай жылжытып қойсақ, торг бар деген сөз. Торг жоқ болса, алып тастайсыз. Состояниясын, жағдайын, бұл болса бұл, новый болса новый деп көрсетесіз. Одан кейін местоположение деген жерде осылай GPS-ларыңызды қосасыздар. Осы жерге басамыз. Сіздердің местоположенияларыңызды көрсетеді. Міне, мына батырманы басамыз. Осы жерге осы белгіні басамыз. Осы белгіні басқан кезде сіздер қай жерде тұрсыздар? Сол жер таңдалады. Мысалы, осылай таңдалады. Немесе картадан қолмен өздеріңіз былай көрсетсеңіздер болады. Край сена деп, мысалы, қай жақ, мысалы. Қай жерде тұрасыздар? Сол жерді көрсетіп, выбрать деп басасыздар. Көрдіңіздер ме? Өзгеріп қалды. Жазғаннан кейін, телефон нөмірді жазғаннан кейін, төмендегі опубликовать батырмасын басамыз. Одан кейін сіздердің жарнамаларыңыз модераторға кетеді, модератор тексереді. Ешқандай ереже бұзушылық болмаса, ары қарай жарнамаларыңызды барлық адамдар көре алатын жерге, яғни OLX платформасына шығарады. Сәтті сатылым болсын сіздерде. Егер видео ұнаған болатын болса, лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Келесі видеоларда қалай сатылымды тездету керек, сол туралы видео түсіретін боламын. Сау болыңыздар.